Сәлем баршаңызға. Бүгін жүзім шырынын виноградный сокты жасайтын боламыз. Ең алдымен банкымызды жуып аламыз. Банкыны жуғанда міндетті түрде ас содасын пайдаланыңыз. Қандай банкы жапсаңыз да осы ас содасымен жуып алғаны өте жақсы болады. Сосын жақсылап шайып аламыз. Міне қараңыздар, мынадай қара түсті жүзім. Осы жүзімнен дәмді шырын жасайтын боламыз. Қыздар, енді банкымызды жабуға кірісеміз. Мен әр банкіге 300 граммдай жүзім салып шықтым. Дәл осылай барлық банкіге де 300 граммнан жүзім салып шығамыз. Қыздар, өздерінің қалауларыңыз бойынша жүзімді 300 граммнан да мол етіп салуға болады. Мен өзім әр банкіге 300 граммнан салып шықтым. Енді осы жүзімнің үстінен лимонный кислота салып шығам. Бір шай қасықпен барлық банкіге де осы лимонный кислотаны саламыз. Лимонный кислотаны салған жақсы, дәмі де бір ерекше болады. Енді жаңа банкілерімізге 300 граммнан жүзім салып шықсақ, енді 300 граммдай сахар салып шығамыз. Міне жүзімді, сахарды және лимонный кислотаның барлығын банкімізге салып дайындап қойдық. Енді осының үстінен қайнап тұрған ыстық суды толтырып құямыз. Қыздар, жүзімнің шырыны, жүзімнің өзі де адамның денсаулығына өте пайдалы. Оның құрамында көптеген витаминдер бар. Кальций, темір, Е витамині бар. Сондықтан осындай денсаулығымызға өте пайдалы шырындарды өз қолыңызбен үйден жасап қойсаңыздар өте тамаша болады. Міне барлығына ыстық суды құйып шықтық. Енді 10 минуттай тұру қажет. Осы жүзім шырыны, жүзімнің өзі адамның қанына өте пайдалы және жүрек ауруларын емдейді және шлактарды тазалауға жақсы көмектеседі. Енді біздің жаңа салған сахарымыз тез еріп кету үшін кішкене жайлап жай ғана араластырып жібереміз. Міне 10 минуттай уақытымыз өтті. Енді барлық банкідегі суларды осындай сетка крышканың көмегімен банкіге жауып, ішіндегі суларды үлкен бір кастрюльге аударып аламыз. Міне құйып аламыз бүкіл банкідегі суларды. Енді осы кастрюльге құйып алған суымызды бір қайнатамыз. Бағанағы құйып алған суымызды бір қайнатып алдық. Енді суды кері банкілерге қайтадан құямыз.
Міне барлығына құйып шықты. Енді крышкаларын қойып шығып, закрывашкамен барлығын мұқияттап жауып шығамыз. Қыздар, қысқыға компот немесе шырын жапқанда міндетті түрде жүзімнің шырынын, компотын жабыңыздар. Себебі жүзімнің құрамында кальций витамині және темір витамині басқа жемістерге қарағанда өте көп. Сондықтан жүзім шырынын жабуды ұмытпаңыздар.